Сәлеметсіздер, қант несеп ауруынан алақан табан ортасының күйі туыла ма деген мәселе үстінде сөйлейік. Қант несеп ауруынан алақан табанның ортасының күйіп тұру жағдайы туылуы мүмкін. Өйткені қант несеп ауруы алақан табанның ортасының қызуын келтіріп шығаруы әбден мүмкін болуындағы себеп. Бұнда белгілі әдеттегі мына қан қантының тежелуінің жақсы болмауы. Осы себептен нерв ауру өзгерістерімен немесе қан айналысының кедергіші себептерінен осындай жағдайлар туылуы мүмкін. Яғни науқас адам ұзақ уақыт қан қанты жоғарылау күйінде тұрғанда айналасындағы мына нервтерді немесе ұсақ қан тамырларды зақымдап қалыпсыз сезім туылады. Яғни бұдан күйіп ауру, жаншқақтау деген секілді. Бұдан басқа да басқа себептерден алақан табанының күйу қуылысы туылуы мүмкін. Бұны жаңжақтылы анықтап тұрақтандырып диагноз қою арқылы ажыратып алу керек. Мұнда қан қанты ауруынан осы алақан табанының күйуінің себебі мұнда бірінші жаңа жоғарыда айттық, шеткі нерв ауруларының өзгерісі себебінен алақан табанының күйуі туылуы мүмкін. Қанда қанттың ұзақ уақыт жаңа жоғарылап нерв талшықтарын әсіресе шеткі нервтерді зақымдап түйсікке қалыпсыздық тудырады. Демек бұл қол аяқтың қызуын, ұюын немесе жаншқақтап ауруын тудырады. Мұндай құбылыс қант несеп ауруындық шеткі нерв ауру өзгерісі деп аталады. Бұл қантты несеп ауруында үнемі кездесетін қосан жер аурулардың бір түрі деп айтсақ болады. Сосын микро қан айналысының кедергі ұшырауы, яғни қанда қанттың ұзақ уақыт жоғарылап тұруы қан тамырдың ішкі қыртыстарын зақымдайды дағы мына капилляр, яғни қылған тамырлар деп жүрміз. Осы қан тамырлардың қанмен қамтылуына ықпал жасайды дағы. Осыдан барып қол аяқтың шекті орындарында қан жетіспегенде өтемдік төтеп беру, яғни қан ағысының қалыпсыз өңірлерінде осыған төтеп беру үшін пайда болатын құбылыс бұл. Одан қала берді мынау қандағы қанттың толқуы зат алмасуға ықпал жасайды. Қандағы қанттың толқыған кезде клеткалардың энергия алмасуының қалыпсыз болуы ішінаралық ткандардың жылу шығаруын арттырып, қысқа уақыттың ішінде күйік сезімі тудыруы да мүмкін. Сонан кейін бұған кейбір ілеспе ауру белгілер пайда болуы мүмкін. Сондықтан бұдан да қырағы болған дұрыс. Мәселен, типтік қант ауруының белгілерінде мәселен суды көп ішеді, несеп дәретке көп барады, дене салмағы төмендейді, шаршап тұрады деген секілді қант несеп ауруының белгілері болады. Ал енді бұдан өзге де бұған қоса жаңағы қол аяқтың ұюы, қызуы, сырқырап ауруы, сезімталдығының әлсіреуі, бұлшықеттің дәрменсіздеуі деген секілді құрғыр мәселелер қабаттасатын болса, осы инфекциялар яғни қабыну салдарынан қант несеп ауруын шалдыққандардағы иммунитет қуаты біршама төмен болады. Осыдан болып қол аяқ қызып, ісіп, ауыратын жағдайлар, тіпті жайсызданатын жайттар туылуы мүмкін. Мұндай жағдайда ең жақсысы қырағырақ болып доғдырға барып тексеріліп, тері асты шелек қабатының бұзылуынан сақтану керек. Ал енді бұған төтеп беру жағында бірінші қандағы қантты тежеуге өте көңіл бөлу керек. Мұнда дәрі ішумен бірге азықтықтарды теңшеу, қан қанты көрсеткіші төмен азықтықтарды, жылу мөлшері төмен азықтықтар арқылы қанда қант тізгіндеге болатынды қағида әрекет жасау керек. Сондай-ақ мына қандағы қант пен мына қан қантындағы гемоглобин мерзім бойынша бақылап, ұзақ уақыт тексеріп тұруға жауапты болу керек. Үшіншіден, нерв пен қан айналысын жақсартатын кейбір дәрілерді немесе микро қан айналысын жақсартатын дәрілерді қосып істетуге тура келеді деген сөз. Сонымен бірге күнделікті тұрмыста аяқты жылы сумен шылау, уқалау, кейбір ішінара жерлердің қан айналысын жақсарту деген секілді әдістер арқылы күтімдеу қызметінде жақсартып бару керек. Сонымен бірге мына қалқанша без қызметін тексерту, оның кейін мына өтіп келе жас кезеңіндегі кейбір күрделі белгілерді, мына нерв қызметтерінің бұзылу қатарлы қол аяқтың қызуын тудыратын кейбір мәселелерді лабораториялық жолмен тексеру, мәселен қалқанша без гормонын тексеру, без гормонын тексеру деген секілді шаралар арқылы жан-жақтылы күнделікті тұрмысты басқару мен емделуді өзара ұштастыру арқылы осы секілді мазасыз мәселелерден сақтануға болады. Сау саламатта болыңыздар, ауырып сырқамаңыздар.